Бес фарш, бес фарш. Жүре береміз. Болмайды деп Маймылдың памперсімен бананын ақша тауып жүр. Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Бақберген Сұлтан. Ал мен сіздерді келіп жеткен 22 Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бізде бүгін кішігірім влог, кішігірім обзор. Бүгін мынау Әл-Фараби алаңы, Арбат және мынау площадь, осы жерде Наурыз мейрам болып жатыр. Өте керемет болып жатыр. Соны кішігірім түсіретін боламыз. Және де бүгінгі видеоның басты бір топиктарының бірі ораза кезінде Наурыз мейрамы қалай тойланады. Кеттік бірге көреміз. Негізі Наурыз мейрамы көктемнің келуінің ең алғашқы нышаны. Яғни қар ериді, күн жылиды. Бірақ бүгін бізде Шымкентте өте суық. Кеше алдың күні футболкада жүретіндей ауа райы болған еді, ал бүгін кәдімгідей куртка, іштен гамаш және жауынның салдарынан зонтик тағып жүрміз. Негізі Алтыбақанда операторым екеуміз кәсінеміз деп жоспарлаған ем, бірақ қалай келсен жатыр, ема. Кигізулер әрине өте көп емес, бірақ әртүрлі фирманың өзінің кигізулері бар. Мысалға, Қазақстан темір жолы, Отбасы банк, Медакадемия, екінші қалалық аурухана, облыстық клиникалық аурухана, Айна базары. Білмеймін қандай. Және ең көп адам жиналған BI Group. Және мына BI Group'ның ұйымдастырған киіз үйінде қараңдар не деген батырлар тұр, бойлары. Бір жерден қарасам бойлары менен қайда үлкен. Жанына тұрып көрейін десем, желающилар өте көп екен. Мына жерде кәдімгідей керемет атмосферада ән күй болып жатыр. Мына жер кәдімгідей бір мерекелік той болып жатыр. Өте керемет. Мына жерде кішігірім енді бизнесмендердің өте табысты болатын жер десе де болады. Неше түрлі ойыншықтар, неше түрлі жейтін, неше түрлі ішетін заттар сатылуда. Бірақ бір үлкен мәселе бар. Өздерің білетіндей, бұл ораза айы. Ораза айында Наурыз мерекесі қалай тойланады екен. Көруімше, сатушылар өте көп, сатып алушылар да аз емес. Солардың бір-екеуінен сұрап көрейік, қалай осы екі үлкен мейрамда біріктіріп жүргендер. Көп адам жиналған жер мынау, прям хит болатқан. Мынау қандай машина өзі? Білмеймін, ЗАЗ ба, ЗИЛ ма, не өзі. Осының капотына шашлык дайындап жатыр. Адам көп қазір, басқа ракурстан жүріп көремін. Кәдімгідей шашлык мынау капотында. Мен операторым, басқа адам оператор болып кетті. Осы сәтте телефонның дауысын көтеріп ойбай қой, себебі мына қолымда көріп тұрған кішкентай ғана микрофон бір мезет әдемі интервью кезінде мен істемеймін дей салды. Әрине микрофонды кінәлауға болмайды, өзім алдын ала зарядтап шықпағам, микрофонның заряды өшіп қалды. Сол себепті өте мына қызықты интервью осылай енді закадровый голоспен түсіндірем сіздерге. Жалпы мына Москвич моторы арт жағында екен. Бәрің ойпай, мынау капотта қалай опасно емес па деп ойлаған болсаңдар, опасно емес екен.
бензобага және де моторы артында. Ал алды ол капот. Капотына жаңағы өздері көріп тұрғандай мангал орнатқан және мангалдың үстінде осылай шашлык пісіреді. Бұл мейрамдарда осылай жүреді екен, бірақ толықтай жаңағы жүретін машина, әшейін муляж емес. Мен қазір айтайын деп жатқан нәрсе реклама емес, бірақ осы адамдар өте керемет екен, бәрін түсіндіріп берді, бірақ өкінішке орай микрофон істемей қалды. Сол себепті мынау машинаның баннерында көрсетілген номермен немесе инстаграммен, білмеймін қалай удобно, солай осы адамдармен байланыса аласыздар. Олар жаңағыдай мейрамдарға, құдай тамақтарға, тойларға, тағысындағы сондай іс-шараларға өздері осылай выездной мангалдары бар екен. Жартылай жаңағы маринадтарды да сатады, дайын шашлыктарды да сатады. Ал біз жалғастырамыз. Мә, анау тамақ ішіп адамдарға барып, ана ораза кезінде қалай наурызталанады деп сұрап қоямыз. Ең сүйікті тамақ дайындалып жатыр. Бірақ өкінішке орай қазір жей алмаймын. Көреміз, бәлкім ауызашар кезінде әлі болса, онда неге жемесін. Мына бала шариктер 100 теңге шариктер сатып жүр екен. Біреулер тойлап жүр. Бұл жасар бала молодец. Салып жүр. Қоян ба? Неше түрлі маймылдар. Есімің кім? Еркебұлан. Еркебұлан, қарап, осындай мейрам кездерінде өте осындай кішігірім бизнестер, осындай развлекательный нәрселер дамиды, иә? Енді әрине табысты сұраған дұрыс емес шығар, бірақ кішігірім осы мереке кеше болды, бүгін болатын табысты бола ма сенің ойыңша? Менде просто маймылмен фотоға түсіреміз, тек қана. Жай ғана маймылмен түсіреміз. Қанша теңге? 500 теңгеге, бірақ бір семья 3 фото түседі 1500 теңгеге. 1500 теңге. 1500 теңге. Табысты екен, бірақ табысты. Ал бірақ өте қызығы, Қазақстанда сен маймылды қаяқтан алдың? Негізі зоопарктан алдым. Ұрлаған жоқ шығарсың? Ұрлаған жоқ. Болды, онда жақсы. Арендаға аламыз маймылды, содан кейін үйретеміз. Маймылдың есімін Амилай деп қойдық. Амилай? Екіншісін Никонет деп қоямыз ба деп отыр. Бір күнгі табыс примерно бір 200 мыңдай болады. 200 мыңдай. Осы праздниктерде ғана. Мереке кездерінде. Фотоға сене анда-санда шығамыз. Осы Арбатта? Осы Арбатта. Керемет, енді өкімет қуып жібермесе болды бізді. Жоқ, қумайды. Жүре береміз. Қумайды деп үміттенемін. Маймылдың памперсімен бананын ақша тауып жүрік. Бір түрлі ізділеді екен жарайды. Рахмет. Маймыл әлдіған болып па? Иістердің арасында жүріп жеңіп кетті. Әсіресе картошканы ұнатам, қуылған картошка. Майда бір картошканы таяқшаға спираль қылады, соны айтамын. Қазақстаным. Концерт енді басталайын деп жатыр. Сағат қазір түскі 2. Мейрам енді басталып жатыр. Outside.
Мохито. Мохито. Фото, фото, фото. Фото обещала, фото. Қазір мынау батырларға сәл босады очередь. Бек Сұлтан екеуміз түсіндеп жатырық. Өздерің көріп тұрғандарыңдай, Наурыз мейрамы өте керемет өтіп жатыр. Адамдар көбейіп жатыр, сағат өте көбейіп жатыр. Әрине, концерт жақында басталады. Ал мен сендермен уже қоштасқым келеді. Бүгіндікке орындаймын деген, түсіремін деген нәрселердің бәрін түсіріп қойдым. Аллаға шүкір. Ал бір айтарым, бүгін бізде Шымкентте мейрам, барлықтарыңды құттықтаймын, және адамдардың барлығы ешқандай ауа райлық шектеулерге, ешқандай басқа да кедергілерге қарамай тойлау үстінде. Барлықтарыңа пока. Қояндарды, достар, қояндар бір көрсетерсіз. Тарелкаға сап қойған екенсіздер, кауыта жейтін нәрсе секілді.